Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен американдық панкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар соңына дейін. Ең әуелі қантымызды және бір дана жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Артынан осылай сары майымызды ерітілген жылы сүтімізді қосамыз. Сүтімізді жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттарымызды ұнымызға бір шай қасық разрыхитель қосатын боламыз. Осылай бір шай қасық разрыхительді қосып, жақсылап араластырып алып, массамызға қосатын боламыз. Вилканың немесе қасықтың көмегімен араластырып шықсаңыз болады. Массамыз дайын. Қызып тұрған табаға ешқандай май ештеңе құймайсыз. Құрғақ табаға жаңағы панкейктерімізді осылай құйып, тез піседі, қарап отырыңыздар. Қараңыздар, бетінде осындай тесіктері пайда бола бастайды. Яғни бұл уже ауыстыру керек, дайын деген сөз. Осындай керемет панкейктеріміз дайын болды. Бетін осылай неше түрлі шоколадпен, жеміс-жидектермен әсемдеп берсеңіздер болады. Енді өзі де осындай үрпілдек, күшті болып, пышны болып шығады. Қыздар, қараңыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Оңай әрі тез. Дәмі деген енді